Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі пәнінен 9-шы сыныпта әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік синтаксис бөлімін бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы әлем назарын өзіне аудартқан қақтығыстар. Оқу мақсаты тұжырымдамалардың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату. Оқушылар, қақтығыс дегенді қалай түсінеміз? Олай болса, қарулы қақтығыстар туралы мына бейнефильмді тамашалайық. Қарулы қақтығыс бір-біріне қарсы тұратын күштер арасындағы әскери қимылдар. Онда белгілі бір саяси, экономикалық, әскери тағы басқа мақсаттарға жету үшін ұйымдасқан түрде қарулы соғыс құралдары қолданылады. Қарулы қақтығыс кезінде мемлекеттер әртүрлі мүдделерді көздейтін саяси күштер әлеуметтік топтар арасындағы қарама-қайшылықтарды шешуді мақсат етеді. Әлеуметтік саяси, ұлттық, діни, аймақтық және басқа да негіздерде қарулы күреске әскери жанжалға ұласып, адам шығындарына әкелуі мүмкін. Қарулы қақтығыс мемлекеттің қоғамдық саяси дамуына кері әсер етіп, оның ішкі қауіпсіздігіне, саяси тұрақтылығына нұқсан келтіреді. Соңғы 10 жылдықтардың ішінде Африка ғаламшарымыздағы ең қақтығысқа қауіпті аймаққа айналды. Сондықтан оны жиі қақтығыстар континенті немесе қайнап тұрған континент деп атай бастады. Отарлық дәуірден кейін мұнда 35 қарулы қақтығыс тіркелген. Көптеген қақтығыстардың негізінде этникалық сипаттағы себептер жатыр. Бұл Африка халқының этникалық құрамының күрделілігімен түсіндіріледі. Екінші тапсырма: мәтінді тыңдап, ат қойыңдар. Мақсатын анықтап, мәтін мазмұнын өз сөздеріңмен түсіндіріңдер. 1948 жылы 11 мамырда Ұлыбритания күтпеген жерден Палестина 5А мандатының жойылғандығы туралы жариялап, 14 мамыр күні өз әскерлерін алып кетеді. Соны пайдаланған еврейлер 14-нен 15-не қараған түні Израиль мемлекетінің құрылғанын жариялайды. Келесі күні бірінші Араб-Израиль соғысы басталады. 15 мамырда Сирия, Египет, Ливан, Ирак және Трансиордания әскерлері Палестинаға кірді. Сауд Арабиясы мен Йемен де Израильге қарсы соғыс жариялады. Араб елдерінің әскері 21 мың ғана болса, еврейлердікі 60 мың болды. Соғысты негізінен араб жағы бастаса да, оның алғышарттарын жасаған еврейлер. Бұл соғыс арабтар шыдамның соңғы тамшысы еді. Алғашында әскери қимылдар кезек сәттілікпен өтті. Яғни, бірде Израиль әскері жеңсе, бірде араб әскері біраз жерді жаулап отырды. Алайда 1948 жылдың күзінен бастап соғыс майданындағы жағдай өзгерді. Израиль әскері желтоқсанның аяғына қарай Палестинаның көп бөлігін өзіне бағындырды. Нәтижесінде арабтар жеңілді. Соғыс барысында Израиль өзіне қосымша 6,7 мың шаршы шақырым жерді қосып алды. Яғни Палестина арабтарына берілген аумақтың 60%, ал қалған 40%-ын Иордания мен Египет өзара бөлісіп алды. Палестиналық араб мемлекеті құрылмады. Көптеген палестиналық азаматтар араб және араб емес мемлекеттерде шашырап орналаса бастады. Әрине, палестиналықтардың жеріне жайғасқан еврейлер сол жердің халқына тыныш өмір сыйламады. Израиль үкіметі 1948 жылы 30 маусымда тасталып кеткен аудандар туралы жарлығын жариялады. Жарлық бойынша еврейлердің арабтарға берілген, бірақ соғыс кезінде жаулап алған немесе жарты тұрғындары жоқ аумақтарды тасталып кеткен деп өз құрамына қосып алу құқығы болды. Соның негізінде арабтардың жылжымалы және жылжымайтын мүліктері тартып алып отырды. Арабтар жерін жоғалтумен қатар репрессияға ұшырады. Себепсіз жер аударылып, жасамаған қылмыстар үшін түрмеге жабылды. Сол себепті Израильдегі арабтардың үлесі айтарлықтай төмендеді. Палестина соғысынан кейін арабтар арасында палестиналықтар өзінің заңды құқықтарына жету жолында басқа араб мемлекеттеріне арқа сүйеу керек. Палестина мәселесін шешу үшін бірігіп қажетті күштерді ұйымдастыру керек деген сияқты ой қалыптасады. Көптеген Палестина интеллигенциясы мен студенттері араб елдеріндегі және оның шекарасынан тыс бүкіл арабтық сипаттағы партияларға кіре бастады.
Төртінші тапсырма. Мәтін мазмұны негізінде сөйлемдерді ретімен қойып, жоспар құрыңдар. Араб-Израиль соғысының нәтижесі. Израиль мемлекетінің пайда болуы. Араб-Израиль әскерлерінің әрекеттері. Арабтардың Палестина соғысынан кейінгі шешімі. Бесінші тапсырма. Осы құрған жоспарыңызға сүйеніп, жинақы мәтін жазыңыз. Үйге тапсырма. Соғыста араб жағы бастаса да, оның алғышарттарын жасаған еврейлер. Бұл соғыс арабтар шыдамының соңғы тамшысы еді деген пікірді негізге ала отырып, ой толғау жазыңыз.